Сәлеметсіздер ме студенттер? Бүгінгі сіздермен өтілетін жаңа тақырып гимнастикалық жаттығуларды үйрету. Гимнастикалық жаттығуларды үйрету барысында бірнеше маңызды аспектілерді ескеру қажет болып табылады. Әр жаттығудың техникалық аспектілерін дұрыс меңгеру, физикалық дайындықты арттыру және жаттығулардың жүйелі әрі мақсатты түрде жүргізілуі өте маңызды. Гимнастикалық жаттығуларды үйрету процесі бірнеше кезеңнен тұрады. Жаттығуларды үйретудің жалпы принциптеріне келетін болсақ, психологиялық дайындық, қауіпсіздік ережелері және жүйелік бар болып табылады. Психологиялық дайындық жаттықтырушы оқушының психологиялық жағдайын, мотивациясын және қорқынышын ескеру керек. Жаттықтырушының қолдау көрсетуі сенімділік беру маңызды болып табылады. Қауіпсіздік ережелері. Гимнастикада жарақат алу ықтималдығы болуы мүмкін, сондықтан әрбір жаттығуды қауіпсіз орындауды үйрету керек. Оған дұрыс жылыну, жаттығу алаңының қауіпсіздігі, жаттығуды орындау техникасының дұрыстығы кіреді. Жүйелік. Жаттығуларды жүйелі түрде орындау маңызды. Жаттығудың түрінде қиындығына, дайындық деңгейіне байланысты жаттығуларды күнделікті немесе апталық жоспарларға бөліп өткізу керек болып табылады. Жаттығуларды үйрету әдістемесіне келетін болсақ, алғашқы қадамдар бұл жылыну. Гимнастикалық жаттығуларды бастамас бұрын міндетті түрде дене қыздыру қажет. Жылыну жаттығуларына жүрек жұмысын қалыпқа келтіреді, бұлшықеттердің икемділігін арттырады және жарақат алу қаупін төмендетеді. Жылыну үшін жеңіл жүгіру, серпінтетін жаттығулар, қол-аяқ дене иілулер және стретчинг жаттығуларын орындалады. Жаттығу түрлерін үйрету үш түрге бөлінеді, яғни қарапайым жаттығуларды орындау, қозғалыс координациясын дамыту және қиын жаттығуларды енгізу. Қарапайым жаттығуларды орындауына келетін болсақ, жаттығуларды үйретудің бірнеше кезеңінде қарапайым жаттығуларды орындауды үйрету қажет. Мысалы, денені дұрыс ұстау, тепе-теңдікті сақтау, оңай жаттығулар, қолды жерге тіреп тұру, акробатикалық элементтер орындалады. Бұл кезеңде жаттығудың техникасын дұрыс меңгеру өте маңызды. Келесі бізде қозғалыс координациясын дамыту, яғни жаттығудың әр элементін дұрыс орындалуын қадағалау керек. Мысалы, кері серіппе жасау, акробатика элементтер меңгеру сияқты жаттығуларды орындау барысында жаттығудың барлық бөліктері үйлесімді болуы керек. Одан кейін жалғастыратын болсақ, қиын жаттығуларды енгізу. Қарапайым жаттығуларды меңгергеннен кейін оның қиындығы біртіндеп арттырылады. Бұл кезеңде жаттығулардың көлемі, амплитудасы, жылдамдығы арттырылады. Әрі техникалық тұрғыдан күрделі жаттығуларды енгізеді. Техникалық дағдыларды дамыту, яғни дұрыс техникамен жаттығу. Әр жаттығу белгілі бір техника бойынша орындалады. Сондықтан жаттығуларды үйрету барысында дұрыс техниканы меңгеруге ерекше көңіл бөлуі керек. Мысалы, гимнастиканың әртүрлі элементтерін үйретуді дененің дұрыс орналасуы, қолдың, аяқтың, бас пен мойынның дұрыс позициясын маңызды болуы керек болып табылады. Қимылдарды талдау және түзету. Жаттығуды орындау жатқанда жаттықтырушы қателіктерді байқап, оларды дұрыс орындалу үшін түзетулер енгізуі тиіс. Бұл үшін бейне мазмұн немесе айқын көрнекілік көрсету пайдалы болып табылады. Бұл барлық спорт түрлерінде, мысалы тек қана бұл гимнастикалық спорт түрлерінде емес, бүкіл спорт түрлерінде осындай қателіктермен жұмыс жасау, жаттықтырушының бақылау әдістері керек болып табылады. Дене дайындығы мен икемділігі. Физикалық дайындықты арттыру, яғни гимнастикалық жаттығуларды орындау үшін күш, икемділік,
төзімділік қажет. Бұл мақсатта әртүрлі күш пен икемділік жаттығуларын орындау керек. Мысалы, қол мен аяқ бұлшықеттерін дамыту үшін түртулер, тартылулар, планка мен басқа да дене жаттығулар маңызды. Икемділік жаттығуларына келетін болсақ, икемділікті дамыту үшін әртүрлі стретчинг жаттығулары қолданылады. Бұларда қолды, аяқтарды, мойынды және дененің басқа бөліктерін созу жаттығулары кіреді. Қорытынды кезең және жаттығуларды қайталау. Қорытынды жаттығулар, яғни жаттығуда сессиясының соңына денені сергіту және салқындату жаттығулар, яғни мысалы жеңіл жүріс, йога элементтері қажет болып табылады. Бұл бұлшықеттегі түйнеуді азайтуға, қалыпқа келуге көмектеседі. Басқа да қалыпқа келтіру әдіс тәсілдері бар. Біз оларды сіздермен сабақ барысында өткенбіз. Серуендеу немесе йога деп түсіндіргенбіз. Әртүрлі қалыпқа келуге көмектесетін жаттығулар әдіс тәсілдерін өткен болатынбыз. Қайталау және тексеру. Әр жаттығуды бірнеше рет қайталау арқылы техникасы шыңдалады. Әрбір дұрыс орындалған жаттығуды мақтау әрі жетілдіруге көмек көрсету маңызды. Яғни тексеру, мысалы әр жаттығуды орындағаннан кейін жеке орындаған кезде оны жаттықтырушыға көрсету, немесе осы жарыс өзіңізге сенімді болсаңыз, оларды жарыстарда пайдалану керек болып табылады. Үйрету әдістері, яғни көрнекілік әдіс жаттығуды көрсетіп, оның дұрыстығын көрсету өте маңызды. Бұл оқушыға техниканы дұрыс түсінуге және орындауға көмектеседі. Қадамдық үйрету. Күрделі жаттығуларды үйреткенде оларды бөліктерге бөліп үйрету тиімді. Әрбір қадамды меңгергеннен кейін ғана келесі кезеңге өте ұсынылады. Бізде келесі қайталау. Жаттығуды әрбір элемент бойынша бірнеше рет қайталау керек. Бұл оқушының жаттығуды толық меңгеруіне мүмкіндік береді. Әрбір жаттығуды дұрыс, мысалы соңына дейін дұрыс істемесе, ол бір қалыпты жағдай болып қалуы мүмкін. Ол сіз өзіңіз үшін дұрыс деп ойлауыңыз мүмкін, бірақ төрешілер үшін немесе жаттықтыру үшін ол қате болып есептенеді, және ол сізге қалыпты болып қалмау үшін барлық жаттығуды, бір жаттығуды жасайсыз, дұрыс жасаған көрсетесіз соны, одан кейін келесі жаттығуға өткен жөн болып табылады. Гимнастика жаттығуларын үйрету жүйелі шыдамдылық пен тұрақтылықты талап етеді. Әрбір жаттығуды техникалық тұрғыда дұрыс орындау, физикалық дайындықты арттыру, әрбір жаттығудың қауіпсіз орындалуына ерекше көңіл бөлу қажет болып табылады. Бұл тек қана жаттықтырушыға ғана емес, спортшыға да өте маңызды. Ол әр спортшы өз денсаулығы үшін қарауымыз керек болып табылады. Назарларыңызға рахмет. Бүгінгі тақырыбымыз осы тақырыпта болды.